Алсайшы кешке кеші. Суй, не жеп ағасын? Күсілай! Тұршы, тапчап тұрындашы. Басқа жаққа түспек, өрек. Біз қайдамыз? Жігіттер біз көп шық болған сияқтымыз походта. Неге? Қараса 22 наурыздан бірақ шыққанбыз ғой. Бұл жерде 22 наурыз. Енді қараса бәрі батырлардың киіммен қазақи киініп алған ғой. Ничего? Бізде 22 наурызда ғана солай жүреді ғой. Меніңше бір великандардың әлеміне кіріп кеткен сияқтымыз біз. Неге? Великалар тұрып көрсен дәу. Шетелде біреу пәмен отыр. Свет жоқ. Көрсәр свет болмады. Менде де жоқ. Менде телефон жоқ. Жоға. Походу біреу кино түсіріп жатыр. Кино? И білесіздер ма, мен миллион подписчигім бар екенін. Түспеймен кино, администратор. Даяна, жаршы аузында. Келе жатқан сияқты. Шылай кино сияқты походу. Мыналарды алып жүріңдер. Маникюр! Во. Қандай кино қайтады сөйлер? Өзім. Ай. Мен негізі жаңа камераға қарап қойған сияқтымын. Басынан езер бересің. Аға сұлтанның алдында не деп отырсың? Сен білесіңдер ма, мен гонорарым қанша екенін? Мен түспеймін киноларыңа. Отыр орныңа. Аға сұлтан. Иә, қайдан болдыңдар? Жоңғардың тыңшысы емессіңдер ме? Сценарий бойынша не деп жауап берген бұл? Аға сұлтанның сұрағына жауап беріңдер. Санчо, ана өтірік. Білдім. Бәрі, Франк, розыгрыш, нағасы түрлерін қарсыдан. Нағадан қарсыдан, шалдықы да, шалды сақалды ше? Сақал қара. Сақал өтірік. Жоқ. Шексірін, аға сұлтанға қол көтеруге қалай кетің бар? Сендер менің ауылыма рұқсатсыз кіргендеріңмен қоймай, маған құрметсіздік көрсеттіңдер. Мыналарды бір апта бойына шақыраған күннің астына ас-сусыз қол аяқтарын байлап тастаңдар. Ас-сусыз бір апта бойы. Бір апта, бір күн қостағы да. Аға сұлтанның жомарттығын көрдіңдер. Сен білесіңдер ма, мен папам кім екенін? Мен папам слот, бәрін сұлтатады. Отыр. Күстігі ме? Шаруқ. Аға сұлтанның жарлығы бір апта бойы ас-сусыз қол аяқтарын байлап шақырайған күннің астында байлап қойыңдар. Әгерекей кімде-кім менің ауылыма осылай баса көктеп кіретін болса, оларды да тура осындай жаза күтіп тұр. Оларға да тура сондай болып тұр. Алып кетіңдер. Алып кетіңдер. Құп болады. Алып кетіңдер. Ана қыздың қолын қатты не қылмаңдар, Ай, қызым ау, біраз жұмыс жасап тастадық бүгін. Қойшы қымызыңнан. Хабибе, аға сұлтан. Иә, орын құтты болсын. Орнына бөлік, Ана, араларында біреу болған, ұнап болған сияқты бағалай. Ай, не жұмбақтап отырсың? Араларында өзі бір ақ бар емес пе? Иә, бірақ. Туй, маған кету керек бұл жерден. Мен ертеңге солярий жазып қойып едім. Айналайын, тегін солярийдің астында отқан жоқсың ба, күннің астында шыжып. Не қыласың ақшаңды ұртып? Отыра берсін. Әшейінде тезше темір өтесің. Не от бір кетті замой өтсің ғой. Жіп салмасам да десе ойдың түсін түсіндің ба? Қойдашы жіктер. Жіктер шықпай отыр. Шығым керек қалай да болсын. Күнге кектіріп жақсы боласыңдар ма? Бауырым, бізге осы жерден шығуға көмектесші, мен Алматыға жеткеннен кейін шығып отырған $1000 алып берем. Ешті өзім атынан. Бауырым дегеннен кейін сөзін түсінбедім сен. Долдырып деп жеменен оңалық қылғың кеп тұр ғой, олай болмайды. Мынаның көзіндегі терезені маған бересіңдер. Содан кейін босатам. Ойбай.
Мен саған мұндайдың 1000 түрін әкеп берем ғой. Қой, сен ешқайсысы керек жоқ маған. Маған көмектессең, мен саған берем очкиді. Иә, сен бересің, очки ғой, иә? Баса, шеш, қолымыз шеш. Мына дәуден бастап шешейін. Мен шешпе. Мынау өзі де оған түспе. Оған түспе де қояды, оған түспе де қояды. Бұл аға сұлтанның сырғысы ташығып жүрген көйлесі. Бұл басқа ешкім жоқ. Көзімді терезені тасып. Мен саған басқа нәрсе. Өмір ғажап, туған жер, айналайын ақ бесік. Ya tutkunlar kayda. Өмір көзімді açсам жоқ қой. Uy akmak. Қалағандай керемет, өмір неткен қаталсың. Ağa Sultan. Tutkunlar kaçıp gitti. Artlarından қуғыншылар жіберуге рұқсат етіңіз. Қажеті жоқ. Олар бұл аумақтық емес сияқты ғой. Жолды білмейді. Ең жақын ауыл 12 апталық жер. Олар жетем дегенше ас сусыз, тамақсыз өздері ағаштан өліп қалады ғой. Боссын, бара бер. Құт болады. Ұлы даламның билеушісі! Ұлы даламның билеушісі. Аға Сұлтан, өздеріңіз үлкен жігіт болды. Қой қалайша. Бүгін өмірінде ең алғашқы рет қыздың бетіне сүйді. Не дейді? Қыздың бетіне сүйді дейді. Бүгін қыздың бетіне сүйсең, ертең қолынан ұстайсың ғой сен. Қайдағын айтпаңыз. Мен де бір тәрбие көрген адаммын. Қолынан ұстаған несі, ондайға дейін апармайды. Толтандаршы, бүйтіп шаншап өлгенше, аналарға сталына салып, күнің астына күйіп өлейікші. Мен арға жүрмеймін, шаршадым. Өмірімде бүйтіп қыздың соңынан жүрмеймін. Анаң қарандар. Біреу жүр, ана. Даяна, қаңбақ жауы саған елестеп жатыр. Свет әлі жоқ. Прямой эфир ұзақ болады сияқты. Қалаға жетіп алуымыз керек, жайо. Басқа амал жоқ, кеттік. Жайо? Иә. Алыс па? Отырған жер 50 шақырым. 50 шақырым? Мен жүрмеймін болды ары қарай. Сен өмірінде бар ғой, ұзақ жүрген ғана тұсауыңды кескенде домбыра мен кітаптың арасындағы арақашықтық қан түспес жай. Жігіттер, ана қараңдар. Bir адам тұр. Алдындағы шал емес па? Кеттік ұстап алайық. Тез кеттік. Бека, мен арқалап баршы, мен саған 15 теңге берем. Ой, кетшей бар. Қанша дейді? 15 мың. Мына жағдайға байланысты әр метр арқалап апару 15 мың. Жүгіріп апару 20 мың. Сүйреп апару 5 мың. Келсіз ба? Кетші бар. Кімнің кім екенін осындай кезде сразу білесің. Бұдан кейін мен қарызға сұрамаңдар. Алдын қарыз ақ қойғандар қайтармай қойса бола ма? Қайтарасың үйге барғанда. Брат. Қайдағы брат? Көзінде сүйер, сенде қайдан түсінді? Ұқтыратын емес. Қайдағы брат өзінде бір ағат тұр, осымен қой бағып жүрмін ғой. Бір қой бағып, бір қап тұзды осымен табам ғой. Айына бір қап тұз аласың ба? Білем, я көптеп алатын білем, бірақ шүкір әйтеуір. Сен онда маған жұмысқа келсеш, мен саған күніне бір қап тұз берем, а? Қойшы таншы. Мен кішкене ауысымда жұмыс тауып алайық та. Біз адасып кеттік. Біз Алматы қай жерде Алматыны көрсетшеш бізге. Алма деген атаны танымайды екен мен. Сен де бейтінде ма Испиджапқа барып көріңдер, бұл уақыттағылар танымайды екен, бұл қалаладағылар. Біздің қала Сүйап қой негізі, Сүйапта ондай Алма ата деген ата жоқ. Сүйап тұташ.
Суяб? Бұл ежелгі Суяб қаласының жері. Бұл тарихи жер. Суяб? Испитжап? Неме біле, екі күнде екі бірдей қала сап тастасаған ба? Үкімет салам десе салат негізі бірақ. Жоқ. Қай жыл қазір? Жыл? Қай ғасыр? Естерінің адасып қалғасындар ма? 18-ші ғасыр ма? 18-ші ғасыр. Бәріміз 18-ші ғасырдамыз ғой. 18. Жігіттер, біз шынымен өткен жаққа өттік. Қазір 18-ші ғасыр. Жігіттер, Сен дәулет құмаш болды. Бәріміз күннің астында бірдей жерді қойып, басына күн өтіп кетті ма? жоқ, қараса ойласаң, адамдар, батырлар кәдімгідей. Мынау, бұл пранк емес ешқандай. Бұл біз ана шал бізді дуалап кетті, ана шал бізді дуалап. Біз өткен ғасырдамыз, тоқта. Бауырым, енді ештеңкеден хабарың болмаса да, еш болмаса, Нұр Отанды білетін шығарсың, иә? Прикинь, Нұр Отанды білмейді. Біз күнінен басқа ғасырдамыз ғой. Біз осында қалдық па? Мамам маған айтып еді, балам бармай-ақ қойшы деп, бір рет осы тыңдай салып көреді маман өмірінде. Сонша қыздың көз жасы ғой. Құдай. Бізді өз заманымызға апара көші. Бірде бір қызға жақындамай лайпаса болды. Кеше ана салонға жазылып қойын. Санчо, қойшы, Даяна. Паника пайдасы жоқ. Бізге көмек керек. Бізге жақын жерде ауыл ма, қала ма, ең жақын айтшы, ең жақын. Бар. Мына жерде жақын Сайрам деген ауыл бар. Екі апталық жол ғой, 2 апталық болды. Кешірім сұрайым, малшы бала. Егер де байқаусызда біздің заманға өтіп жатса, сен хабарлаш, жарай ма? Жақсы, дерзкий врачтар бар. Аузында шке таңлайын тап. Кеттік, рахмет. Өздеріңмен бірге сола кетіңдер. Керек емес, Қызық адамдар еме? Сен де көрдің бе өзі? Ойлатым қайтайыз? Бала, малшы берген суды алу керек еді. Қумбашы, сол ішіп алып тас ғасырдан бір ашық дейсің ғой. Сосын жүрек диндан сабырлардан қашып айқайлап. Кайф емес па? Қыздардың бәрі тыр жалаңаш жүреді. Қазіргі заман қыздар да жалаңаш жүреді ғой. Нал деп тұрсың сен? Саған қатысы жоқ. Қайдан шықтық, қайдан баратырмыз ұмытып қалдық қой. Адасып кеттік, не істейміз? Баяғы райондағы братандар айтады еді, шыққан жеріңді ұмытпа деп. Анада қаңбақшал ма? Ей, адам ғой! Адам! Біреу келеді! Ассалаумағалейкум жігіт. Привет. Уағалейкум. Жаяу шыққан түрлеріңе қарағанда 1-2 апталық жолға шыққансыңдар ау. Иә, сол мына тұрған жерге бара жатырмыз. Біз Сайрам деген қаланы іздеп жүрік. Сайрам. Соны адасып кеттік. Жол сілтеп жесеңіз. Адасып кеттік дейсіңдер ме? Иә. Ендеше менімен бірге еріңдер. Тамақтанып әлденіп алыңдар. Содан соң ауылдан шыққан көпестерге ертіп жіберерім. Бір минут, жолаушы мырза, кешірім сұрайым. Ақыры біз сізбен бірге барады екенбіз. Сізбен мінгесіп барсам бола ма? Жарайды енді. Ал, жүріңдер ал кет. Тоқта! Чөт мына жерде бір жерге ұқсайтын сияқты, иә? Кезінде қазақ ауылдар төбелде ұқсай берген ғой. Не үшін? Өйткені сол кезде баяғыда бүкіл қазақ жерінің ауылдарын бір компания тендермен ұтып алған ғой салонды. Ал, қош келдіңдер, төрлетіңдерші. Рахмет. Брат, кешіресіз. Сіз ләш барынса аттан жиі түсіп тұрсаңызшы. Аға сұлтан армысыз? Айта бер. Мыналарды ұстап алып келдім. Ой жарайсың. Ендеше саған сияқы жарты қап бидай. Рахмет. Не деген жомарт едіңіз? Сонда біздің құнымыз жарты қап бидай болды ма? Не көрдіңіз? Сенің түрің ұнамайды маған. Сені көрсем сақалым ауырып кетеді. Сонымен кім екендеріңді айтасыңдар ма жоқ па? Аға сұлтан, біз болашақтан келгенбіз. 21 ғасырдан. Дейді. Мыналар
күннің астында көп отырып қойған ау. Рас айтам. Мындай істері жоқ. Ей, сен мені айнамен таңғалдырмай-ақ қой. Мынадай айнаның мен саған 142-сін тауып берем. Міне, сенбесеңіздер. Ей, астапыралла. Ей, кет, шайтан. Кет, татыңдар, көзі қотыңдар ғаның, кет. Жоқ, біз шайтан емеспіз. Біз шайтан емес, біз сал серілеріміз. Я, біз әр ауылға барып үстіп қорқытып шошты концерт беріп жүреміз, я. Сал серісіңдер ма сендер? Ей, айтпайсыңдар ма? Сендер сері сал болсаңдар, мына қыз кімсіңдер? Салка. Біз Сал сері, бір салычка. Ол не істейді? Біз ана терме айтқан кезде артында билеп тұрады. Ой, Алла сақта. Естілмеген елді көптеп мынау. Бір түрлі екен. Ана бұла не істейді? Бұл палуан жауырыны жер иіскемеген, анау тау көтерген толағай. Сомен разнара шыққан, я. Иә. Ендеше біздің бір жауынгермен күшілесіп көрсін. Қалай? Жекпе-жек. Смело. Иә. Бұлар мен 2 жыл боксқа, 2 жыл каратеге қатысқанын қайда білсін? Адамды ұрмай құлаттым ғой мен. Жасың нешеде батырым? 13-темде. Не үшін? Түріңді аяныш тазы. 13-тем десе кішкентай бала шығады, қайыртсайсың ғой, тағы 13-темді айтсай бұл. Жасыңды ұмытып қалғансың ма? 13-темін. Ендеше біздің 13 жасар батырды шақырыңдар. Қатармен төбелесіңдер. 13 жасар батыр келсін. Мынау шайтыр ғой, мынаны ұрып өлтіресің ба? Кайф емес па? Дайынсың ба? Басына берейік па бізге? Бастаңдар. Ladies and gentlemen, in the red corner, WBA, WBC in a KFC 55 and a 54. Бека Ебедейсен! И, конечно же, в левом углу ринга его соперник, ешқасан жеңіп көрмеген, Шәлтрен Бейтанс Балақа! Are you ready? Are you дайынсың ба? Фига! Сіз өзіңізді қалай сезініп тұрсыз, қандай көңіл күйдесіз? Алдын бұрын соңды бұлай жеңіске жеткен бе едіңіз? Уа халқым, жеңіс құтты болсын. Мынау елімізге сал серілер күнде келіп жатқан жоқ. Ендеше бір жақсылап тұрып өнерлерін тамашалайық. Без проблем. Изи. Я, бізге бірақ уақыт керек. Я, бір ай уақыт. Ой, бір ай емес. Сендер де басынан бастап үйренейін деп жатсыңдар ма? Жоқ, 2 күн керек. Ендеше, атадан қалған ғұрпымызбен сал серілерге лайықты құрмет көрсетіңдер. Жарлық! Я, сөйтіңдер я. Ай десе аузы бар, күн десе көзі бар. Айда сұлу арудың есімі кім десек? Атвали. Атвали? Қандай керемет есім. Менің есімім Жетіспай. Атвали Жетіспай. Қандай ұйқастық деймін да. Руыңыз кім болды? Мәмбет. Мәмбет? Бір жерде тесіп тұрған ру. Бірақ менің руым сұрайтын болсам, мен ру айтпаймын. Руға бөлінбеймін да. Бәріміз қазақ. Ұстады. Өз қолымен төсімнен ұстады. Мен бір байқұс махаббаттың мәшінді. Ғашықтық дерті жанымды қинап әркін. Мың
мүмкіндік бермей құштарлық толы сезімге айта алмадым сүйем теккесінде. Аға Сұлтан, өлең шығардым. Қаламсап пен қағаз бар ма, жазып алайын. Кім ол? Қорлан, сен ба? Қалайсың? Жақсы. Сіздің де жағдайыңызды сұрауға келдім. Мен жағдайым жақсы. Соққы қатты тиді ме? Жоқ, жігітпіз ғой. Кез көп десең. Не деген сұлу еді? Сен сүйгенде соқыр болдым неліктен, жүректегі сезім мұзды еріккен. Енді мені кешір жаным, енді мені кешір жаным.